Қазақша әжелер каналына қош келдіңіздер. Менің атым Айдана, мен бұл әңгімені саған ұятты ойлар үшін емес, шындық үшін айтып отырмын. Өйткені мені тыңдаған әр адам бір сұрақты өзіне қоюы керек, нағыз бақыт не екен? Мен ойнастық жасадым. Бұл күнә. Бұл ұят. Бірақ мен одан артық ешқашан өзімді әйел ретінде сезінген емеспін. Ауылда туып өстім. Әкем құрылысшы, анам аспаз. Үйде 4 бала болдық. Мен үлкенімін. Әкем ерте қайтыс болды. 3-ші сыныпта оқып жүргенімде бір күні кешкісін жұмысқа кеткен адам оралмады. Анам сол күннен бастап мүлде басқа адамға айналды. Ашуланшақ, тым үнсіз, жанарында тек шаршау бар. Мектепті үздік бітірдім. Журналист болғым келді. Бірақ оқуға түсе алмадым. Себебі ақша жоқ. Репетиторға да, жатақханаға да. Менің арманым жай ғана ауыл шетіндегі бір құдықтан су алып жүргенде жоғалып кетті. Бірақ ең жаманы арманыңның емес, өзіңнің де жоқ боп кеткенің екен. Мені көрші ауылдың бай отбасына ұзатты. Ешкім пікірімді сұраған жоқ. Анам бір кеште жылап отырып, бізге көмектесем деді. Сен тек жақсы келін бол деді. Қалың мал көп болды. Үйімізге бірден теледидар, тоңазытқыш, анама алтын сақина келді. Ауылдағы көршілер Айдананың бағы жанды деді. Ал менің ішімде бір өлі тыныштық орнады. Тойымыз үлкен болды. Мені қаладағы мейрамханада ұзатты. Күйеуімнің аты Ерлан, ол менен 13 жас үлкен. Бірақ оған ешкім назар аударған жоқ, себебі ол қалада бизнесі бар, бірнеше көлігі бар, үйі 3 қабатты. Адамдар соған қызықты. Тойдан кейін біз қалаға көштік. Бірақ мен үшін өмір мүлде басқа түрге енді. Үй үлкен, иә. Бірақ менің жүрегім кішкентай торда. Енеммен бір үйдеміз. Қатты сөз айтпайды, бірақ әр басқан қадамыма келіндеп ескерту жасайды. Тамақты неше граммен салуға дейін үйретеді. Ерланның асқазаны әлсіз. Тұзды көп салма. Майлы ет болмауы керек дейді. Ерлан жұмыста көп болады. Кейде түн ортасына дейін келмейді. Ал келгенде телефонын алмай жуынатын бөлмеге кіріп кетеді. Менің бетіме қарамайды. Бірде мен батылданып сұрадым, неге біз бір бөлмеде жатпаймыз? Ол жай ғана былай деді, уақыты келгенде бәрі болады. Қазір менің миым онсыз да толып жүр. Мен сол түні көп жыладым. Себебі мен әйел болып үйге келдім. Бірақ бұл үйде мен тек қызметші секілді сезіндім. Күндер өтіп жатты. Мен үй тірлігіне үйреніп қалдым. Ауылға бармаймын, анаммен телефонмен ғана сөйлесем. Қызым, шыда. Жақсы өмір оңай келмейді дейді анам. Бірақ жақсы өмір деген осы ма еді? Күздің бір кешінде бәрі өзгерді. Үйге Ерланның немере інісі келді. Аты Дархан, ол менен 2 жас үлкен. Қалалық, бірақ ауылдан шыққан. Қарапайым сөйлейді. Алғаш кіргенде көзіміз түйісті. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Апа, мен бір апта осында болам деді. Бол, балам, келіннің қасына диван төсеймін деді енем. Осылайша біз бір үйде 3 адам болып қалдық. Дархан маған ерекше қарады. Ол таңертең мен ас дайындап жатқанда келіп көмектескісі келетін. Апай үйретіп тастапты ғой, шеберсің дейді күлімсіреп. Ал мен үндемеймін. Бірақ ішімде бір жылы леп оянды. Көптен бері ешкім маған солай қарамаған еді. Кешке енем ерте ұйықтап қалған бірде мен сыртқа шықтым. Ауа салқын. Жұлдыздар тым ашық. Сол кезде Дархан да шықты. Қолында 2 шәйнек кофе. Шесің бе? Деді. Мен бас изедім. Біз екеуміз балконға отырып үнсіздікпен кофе іштік. Кейде үнсіздік ең терең әңгіме. Айдана, сен бұл үйде бақыттысың ба? Деді бір кезде. Мен жауап бере алмадым. Тек көзіме жас келді. Ол менің көзіме қарады да бір тамшы жасымды сүртіп, егер қаласаң, мен сені бұл жерден алып кетем деді. Мен үнсіз қалдым. Бірақ жүрегім айқайлап тұрғандай болды. Апар мені. Апар. Келесі күні бәрі бұрынғыдай жалғасты. Бірақ енді менің өмірім бұрынғыдай емес еді.
Келесі күннен бастап мен басқа адамға айналдым. Күліп жүрсем де, ішімде дауыл. Дарханның сөздері құлағымнан кетпей қойды. Ол неге олай айтты? Әлде жай еркелік пе? Әлде шынымен мені жақсы көреді ме? Жоқ, бұл ұят. Бұл күнә. Мен өз-өзімді тоқтатуға тырыстым. Бірақ әр сәтте оны көргенде жүрегім шым ететін болды. Дархан менен көз алмайтын. Енемнің жанында болса да, бір сәтке жанымыз түйіскенде мен дір ете қалатымын. Бірде түнде су ішуге шыққанымда ас үйде жарық жанып тұр екен. Ол отыр екен. Ұйықтамайсың ба? Деді. Жоқ дедім, даусым дірілдеп шықты. Ол маған жақындап келіп, жай ғана маңдайымнан иіскеді. Сол сәтте мен ішкі шекарамды бұзып өттім. Мен оған қарсы келмедім. Түн ортасына дейін біз сөйлестік. Мен алғаш рет біреуге бәрін айттым. Арманымды, қорқынышымды, күйеуімнің суықтығын, жалғыздығымды. Ол тыңдады. Ұрыспады, кеңес бермеді. Тек тыңдады. Сол түн менің ең бақытты түнім еді. Келесі күндері бәрі өзгерді. Біз жасырын сөйлестік, хат алмасып көзқарас арқылы түсінісіп жүрдік. Бір күні енем базарға кеткенде, біз үйде екеуміз ғана қалдық. Мен ас үйде болдым, ол қасымда. Ол мені иығымнан ұстады. Мен қарсыласқан жоқпын. Біз сол сәтте шекарадан өттік. Мен күйеуімнің інісінің құшағында болдым. Сол түннен бастап мен басқа әлемге түскендей болдым. Ұят пен бақыт, қорқыныш пен сүйіспеншілік қатар жүрді. Мен күнде таңертең ұяттан көз ашпаймын, кешке құмарлықпен оның даусын күтетін болдым. Бір аптадан соң Дархан кетті. Мені күт деді. Қалай күтем? Дедім. Кетер күн жақын. Мен бәрін айтам. Ағама да, апама да. Мен сені алып кетем. Мен қорықтым. Бірақ ішімде бір үміт бар еді. Бір апта өтті. Ешкім хабарласпады. Мен жыладым. Ұйықтай алмадым. Жаным шырқырады. Енем менің түрімнен күдіктене бастады. Бірде айтты, не болды саған? Қарай алмай жүрсің. Бір пәле болды ма? Деді. Жоқ дедім. Жалған күлкімен. 3 аптада Ерланмен арада төсек жақындығы болды. Бірақ мен оған қол тигізгім келмеді. Ол сезді. Сен бұрын деді. Мен үндемедім. Ол мені итеріп тастады. Сен маған опасыздық жасадың ба? Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол сол түні үйден шығып кетті. Таңертең ене мені шақырып алып, не бүлдірдің? Ерлан түнде келген жоқ. Сен бірдеңе қылдың ба? Деді. Мен үнсіз отырдым. Келесі күні Дархан келді. Бірақ жалғыз емес. Қасында бір бойжеткен. Қол ұстасып тұр. Айдана, бұл менің болашақ жарым деді. Менің көзім қарауытып кетті. Естіп тұрған сөзім емес еді. Ол көзіме қарап, кешір, мен сенің арманыңды орындап бере алмадым деді. Бірақ сен айттың ғой дедім жылап. Мен қорықтым. Ағама қарсы шыға алмадым. Бәрі біліп қойды. Сол сәтте менің ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Сол түні мен тұншығып ояндым. Айғайлап жыладым. Бұл сатқындық па, әлде әділет пе, білмеймін. Құлап түскен соң. Келесі апталарда мен ешкіммен сөйлеспедім. Тек төсекте жаттым. Жүрегім ауырды. Ерлан үйге келмеді. Енем ештеңе түсінбей, ұрысады, жылайды. Бір күні дәретханаға кіріп құсып жібердім. Сол сәттен бастап ішіме күмән кірді. Ауруханаға барып едім, дәрігер қарап. Құттықтаймын, 5 апталық жүкті екенсіз деді. Мен дір еттім. Бұл Ерланның емес. Бұл Дарханнан. Сол күннен бастап менің өмірім тозаққа айналды. Жүктілігімді жасыра алмадым. Ерлан келді. Ашулы, бұл менікі емес деді. Енем жер тепкілеп жылады. Туыстар жиналып, мені ата-анамның үйіне апарып тастады. Анам ештеңе демеді. Тек үнсіз қарап тұрды. Мен ауылға оралдым. Құрсағымда күнәмен келген бір жан. Бірақ ол кінәлі емес.
Ол менің сәбиім. Мен қайтадан өз үйімде едім. Ауылдағы ескі саман үй, құлап бара жатқан шарбақ, тозығы жеткен жиһаз. Бірақ мені бұрынғыдай ештеңе қуантпайды. Есіктің алдында отырған анам маған жай ғана қарап отыр. Көзіне жас іркілген. Бір сөз айтпады. Мүлде ештеңе сұрамады. Мен төсегіме жаттым. Бірнеше күн тұрмадым. Ауыл балалары үйдің маңынан өтіп бара жатып келін қайтып келіпті деп сыбырласады. Бір күні терезеден бір әйелдің дауысын естідім. Әй, осы қыз үйленген еркектің інісінен көтеріп дейді ғой, ұяттай. Бұл сөздер менің ішіме пышақтай қадалды. Бірақ не істей аламын? Болған іс болды. Ішім күн сайын ысып келеді. Ал менің ішімдегі баланы ешкім қабылдамайды. Тіпті анам да. Ол түнде мен ұйықтап жатқанда жылап алады. Қай жерде қателестім? Қызымның көрген күні осы ма еді? Дейді. Мектептегі мұғалімдерім де менен теріс айналды. Бір күні дүкенде бір апай қатты дауыспен айтты: қыздарымызды оқытамыз, арманы бар деп, ал бұлар не істейді? Қай бетімен осы ауылға келдің? Мен үндемедім. Үндей алмадым. Себебі ол әйелге де, бүкіл ауылға да дәлелдей алмайтынымды түсіндім. Менің шындығым ешкімге керек емес. Жалғыз менің ғана жаным ашып жатқандай еді. Бірақ сол күндері менің ішімдегі сәби, менің жалғыз үмітім болды. Мен күніге іштегі балаға сөйлейтін болдым. Балапаным, сен кінәлі емессің. Сен тек өмір сүргің келеді, солай ма? Мен сені қорғаймын деп сыбырлайтынмын. Сол сәтте ғана өзімді тірі сезінетінмін. Дәрігерге барардағы сұмдық. Бір күні анам айтты: Айдана, ауылдың медсестрасы айтыпты, жүктілік ауыр өтіп жатса, қалаға бару керек дейді. Барып қаралып кел. Мен келістім. Ауылдан қалаға дейін бір автобус, содан соң жаяу жүріп әрең жеттім. Дәрігер мені көріп уытызға жіберді. Экранда кішкентай жүрек соғып тұрды. Менің жүрегімде соғып тұрғандай болды. Баланың жағдайы жақсы. Бірақ сіздің қан қысымыңыз жоғары. Невроз бар. Көп жылағансыз, иә, деді дәрігер. Мен бас изедім. Өзіңізге күтім керек. Сіз осы баланың жалғыз үмітсіз. Сол сөз менің жанымды жылады. Шынымен мен енді анамын. Қателескен әйел емеспін. Мен анамын. Мен ауруханадан шыққан соң көше бойымен жүріп бара жатып, бір таныс дауысты естідім. Айдана. Бұл Ерлан еді. Мен шошып кеттім. Артында оның анасы, яғни бұрынғы енем. Екеуі маған тесіле қарап тұр. Не істеп жүрсің? Бұл бала кімнен? Деді Ерлан, мен үндемедім. Жауап бер. Менікі емес екенін бәрі біледі. Енді не бетіңмен жүзік салып, бала туағалы жүрсің? Енем бетіме түкіріп жіберді. Ұятсыз. Бұл баланы дүниеге әкелме. Бұл біздің әулетке да. Мен үндемей тұрып қалдым. Бірақ іштей сыбырладым. Бұл бала менікі. Менің сәбиім. Сендерден емес, менің жүрегімнен жаралған. Сол күннен кейін мені сотқа берді. Сол күннен кейін ауылда мүлде тыныштық қалмады. Ертеңде-ақ әкімдіктен біреу келді. Анам қатты қорқып отыр. Қызым олар шын мәнінде сотқа беріпті. Бұлар тек сен емес, мені де ел алдында жер қылмақ деді дірілдеп. Сол күні шақырту қағазын қолыма ұстадым. Ерлан мен оның анасы ар-намысымызға нұқсан келтірді деген баппен арыз жазған екен. Қарапайым тілмен айтқанда, олар менен кешірімде, бала да қаламайтынын, менің бұл баламен олардың фамилиясын кірлетіп жатқанымды сотпен тоқтатпақшы. Ауылдың аузы бұдан да жаман ашылды. Қыздарың соттасып жатыр екен ғой, әйел боп барып тойдың артын бұлғаған кім еді? Бір бала үшін бүкіл ауыл күлкі болды. Менің демалуым қиындады. Бүкіл денем тоңып тұратын болды. Бірақ мен енді бұрынғы Айдана емеспін. Ішімдегі сәбиге күнде айтып жүретін сөзімді қайталадым. Біз ешкімге ештеңе дәлелдейтін емеспіз. Біз тек бірге өмір сүреміз. Мен сені қорғауға дайынмын. Сот процесі. Сот залына кіргенде тізем дірілдеді. Ерлан сымбатты, таза киінген.
Жанында анасы, адвокат, таныс адамдары. Ал мен жалғызбын. Тек анам арт жақта үнсіз отыр. Судья сөйледі, талап арыз, моральдық зиян келтіру, балаға құқық беруден бас тарту, отбасының абыройына нұқсан келтіру. Мен басымды изедім. Сіз бұл баланың әкесі Ерлан емес екенін мойындайсыз ба? Деді. Мен үнсіз қалдым. Көзіме жас толды. Бірақ басымды изедім. Иә. Зал іші гу ете қалды. Судья қолын көтерді. Бұл жағдайда баланың тегі, құқықтық мәртебесі не болмақ? Әкесі кім? Мен үндемедім. Себебі мен оның атын айтқым келмеді. Ол менің өмірімдегі ең тәтті, бірақ ең ащы естелік. Баланың әкесі Дархан Ерланның інісі дедім ақырын. Сол сәтте Ерлан орнынан атып тұрып, айқай салды. Көрдіңдер ме? Қандай арсыздық? Бұл бүкіл әулетті қорлаған қадам. Судья оны орнына отырғызды. Менің ішімдегі сәби тып-тыныш жатқандай болды. Мүмкін ол менің даусымнан тынышталып жатқан болар. Үкім. Судья шешім шығарды, баланың әкесінен бала андырылды. Бала анасының тегімен қалады. Айданаға моральдық қысым жасаған тараптар жала жауып, қысым көрсеткені үшін жеке тексеріледі. Бұл жеңіс емес еді. Бұл жай ғана аман қалу. Мен соттан шыққанда күн жарқырап тұрды. Ал менің көзімде ешқандай қуаныш жоқ. Тек тыныштық. Анам маған жақындап, мен сеніменмін. Кешір мені. Басында сені кінәлі көріп едім. Бірақ қазір білем. Сен күштісің деді. Босану. Айлар өтті. Жүктілік ауыр өтті. Жиі жылау, күйзеліс салдарынан қан қысымым төмендеді. Желтоқсан айының бір суық түнде ішім қатты ауырды. Ауылда жедел жәрдем жоқ. Анам көрші көлікпен қалаға барды. Ауруханада жарық, суық иіс. Ақ халаттылар айналамда жүр. Айғай, ауыр тыныс. Күшен. Тағы. Мен айғайлап бар күшімен өмірге алып келдім. Қыз бала. Кішкентай ғана, алақандай. Бірақ мен үшін бүкіл әлем. Қалай атайсыз? Деді медбике. Мен Аруза дедім. Ару таза, нәзік. Заңғар, биік. Менің қызым биікте өмір сүру керек. Ең алғашқы таң. Қызымды алғаш кеудеме басқанда көзіме жас келді. Бірақ бұл жолы қуаныштың жасы. Мен оның кішкентай саусақтарын сүйіп отырып, мен сен үшін бәріне төзем дедім. Ауылға оралғанда бәрі тіпті үндемейтін болды. Мен олармен сөйлеспедім де. Енді мен анамын. Ана болған әйел ешкімге есеп бермейді. Мен түнде ұйықтамай қызымды қарап отырам. Қарап отырып ішімнен сөйлеймін. Сен менің жеңісімсің. Сен мені қайта тірілттің. Сен менің күнәмда, кешірімде емессің. Сен тек махаббатсың. Қыстың аязы қатты. Ауыл үйінің терезесіне қырау түсіп іші су. Пешке ағаш жетпей жатыр. Анам кешке дейін жұмыс істеп шаршап келеді. Ал менің қолымда 2 айлық Аруза, ол менің жалғыз нұрлы дүнием. Күніне 10 рет емізіп таңға дейін ояу отырам. Бірақ мен шаршамаймын. Себебі менің бойымда енді тек өмірге ұмтылыс. Бірақ ауылдағылардың көзі әлі де менде. Олар үндемейді. Бірақ мен сезем. Әрбір қадамымда аңдып отырғандай. Әрбір сәтімді сырттай бақылап отырғандай. Дүкенге шықсам сыбыр. Далаға шықсам шошынған көзқарас. Бір күні дүкенші келіп, Айдана, сенің қателігің бізге сабақ болды. Енді қыздарымызды кісіге оңай бермейміз деді. Мен үндемедім. Тек жүрегім тағы бір рет қансырады. Себебі менің тағдырым өзгелерге сабақ, ал өзіме жаза болып қалғандай еді. Шешім. Мен үйде жата беруге болмайтынын түсіндім. Балам өсіп келеді. Киім керек, тамақ керек, болашақ керек. Анам жалғыз өзі бәріне жете алмайды. Мен әрекет етуім керек. Анама айттым, апа, мен қалаға кетем. Баламды өзім бағып, жұмыс істеп күн көрем. Анам үндемеді. Ұзақ қарады да ақыры айтты, сен мені таңғалдырдың, қызым.
Бұлай бірде-бір адам шыдай алмас еді. Мен сенімен мақтанам. Бар, бірақ сақ бол. Мен жиналдым. Арузамды көрпемен орап, бір сөмкеммен қалаға келдім. Бейтаныс қала. Ешкім танымайды. Бір бөлмелі пәтерді жалға алдым. Ақшам аз. Бірақ үмітім көп. Алғашқы жұмыс. Баламен жұмыс табу қиын. Бала бақшаға қабылдамайды. Туу туралы куәлік менің фамилиямда. Әкесіз бейресми қарайды. Сондықтан үйде отырып онлайн жұмыс істедім. Тігін машинасын ескі бір таныстан алып, баланың киімдерін тіге бастадым. Сосын әлеуметтік желіге фото салып көрдім. Кімге бала киімі керек? Қолмен тігем. Қала ішінде жеткізем. Бірінші күн үнсіздік. Екінші күн жалғыз лай. Үшінші күн бір тапсырыс. Менің жүрегім жарыла жаздады. Бірінші ақша 2500 теңге. Бірақ бұл менің арманыма апаратын алғашқы тиын еді. Солай күндер өте берді. Бір айда 10 клиент. 3 айда 50. Мен түнде тігем, күндіз баламмен айналсам. Түнде шаршаймын, бірақ бақыттымын. Бір күні балам ауырып қалды. Температура 39. Мен жедел жәрдем шақырдым. Олар келіп, қайда күйеуі? Деп сұрады. Менің жүрегім тағы қысылды. Жоқ дедім. Бірақ ішімнен айттым, мен өзіме де, балама да жетем. Қалада 3 ай. Тапсырыс көп. Аруза өсіп келеді. Көзі менікі. Мінезі де менікі. Бірақ кейде қиналып кетем. Бір сәтке көзім ілініп кетсе, түс көрем. Түсімде Дархан. Ол маған қарап тұрады. Жымиып кейде қолын созады. Бірақ мен жете алмаймын. Кенет артынан бір әйел шығып баланы көтеріп кетеді. Мен шырылдап қалам. Осылай оянам. Бір күні таңертең тапсырыс апарып бара жатқанда, кафенің жанынан өтіп бара жатып, таныс дауысты естідім. Тұла бойымды рете қалды. Айдана. Құлағым жаңылған шығар деп ойладым. Бірақ жоқ. Сол дауыс. Артқа қарадым. Дархан тұр. Киімі сәнді. Шашы бұрынғыдай емес, сұрлана бастапты. Бірақ көзі сол қара, өткір. Ол маған қарап тұр. Адамдар арасында. Уақыт тоқтағандай. Мен үнсіз. Ол да үнсіз. Сосын ол жақындап келді. Бұл рас па? Бұл сен бе? Мен басымды изедім. Даусым шықпады. Сен қайда кеттің? Неге үнсіз кеттің? Деді ол. Менің жүрегім дүрсілдеп аузыма сыймай кетті. Жылағым келді. Бірақ жұтып қойдым. Кеш болды, Дархан дедім. Не кеш? Менің өмірім. Сен енді бөлек адамсың. Сен үйленгенсің бе? Мен баламның фотосын телефоннан шығарып, оған ұсындым. Бұл менің қызым. Аруза. Дархандың көзі шарасынан шықты. Тілсіз қалды. Сосын ақырын ғана сұрады. Бұл менікі ме? Мен басымды изедім. Ол отыра кетті. Тізесіне күш түспей қалғандай. Адамдар өтіп бара жатыр. Бірақ біз үшін ешкім жоқ. Тек біз, өткеніміз және осы сәт. Неге айтпадың? Мен қорықтым. Сен үйленіп кететініңді білдім. Бәрі дайын тұрғанын білдім. Ал мен болсам жаман атағы бар келінедім. Сен үшін бұл баланы айту, сенің өміріңді бұзу еді. Бірақ сен мені де ойламадың. Мен үндемедім. Мен оны да аядым, өзімді де, қызымды да. Бұл таңдаудан жеңімпаз жоқ еді. Кешір мені деді ол кенет. Дауысы дірілдеді. Мен сені қорғай алмадым. Сен үшін күреспедім. Мен тұрып кеттім. Енді бәрі басқаша. Сен өз өміріңмен жүр. Мен де. Біз өткенбіз. Қайта ашылмайтын. Ол үндемеді. Тек ұзақ қарады. Сол қарас жүрегімде мәңгі қалған қарашық. Кешкі әңгіме. Сол кеште үйде отырып Арузаның қолын ұстап отырдым. Ол маған қарап күлді.
Мен де жымидым. Дарханмен кездесу жүрегімді тағы ашты. Бірақ мен енді бұрынғы қыз емеспін. Мен анамын. Адам кейде өткенге қайта барғысы келеді. Бірақ өткен уақыт емес. Ол шынжыр. Қайта салсаң, жаның тағы жараланады. Сондықтан мен өз шешіміммен қалдым. Дарханмен кездесуден кейін менің өмірім қайта қозғала бастады. Ішімде тыныштық орнағандай еді, бірақ бұл алдамшы тыныштық. Келесі күні таңертең жұмысқа кеткелі жатқанда есік қоңырауы соғылды. Ашсам Дархан. Кешір мені, тағы бір рет келуіме тура келді. Не үшін? Дедім қысқа ғана. Мен қызымды көргім келеді. Денем дір ете түсті. Бұл оңай емес. Мен сені мазаламаймын. Тек алыстан. Бір сәт. Сурет болса да. Құдай үшін. Мен үнсіз кіріп Арузаның бір суретін алып келдім. Дархан алдына ұстап ұзақ қарады. Көзіне жас келді. Бұл менің қаным деп сыбырлады. Ол фотоны қайта берді де бұрылып кетті. Бірақ жүрегімде сездім, бұл соңғы рет емес. Келесі күндері Дархан тағы бірнеше рет келді. Кейде подъезде күтетін. Кейде көшеден бақылап тұратын. Сен не істеп жүрсің? Дедім бір күні ашуға мініп. Мен оның әкесімін. Қызымен болуға құқығы бар. Сол сәттен бастап бәрі ушыға бастады. Жергілікті драма. Дархан менің анаммен сөйлесіп көрді. Бірақ анам оның бетіне тік қарап. Сен бұл қызды тастап кеткенің үшін ғана емес, оның жүрегін жаралағаның үшін де кешірім сұра. Ал енді баламен байланысқың келсе, заң бойынша емес, адамдықпен кел деді. Бірақ Дарханда сабыр қалмады. Ол заңгер жалдады. Мені сотқа берді. Әке ретінде баламен кездесу құқығым бар деп талап етті. Мені қорқыныш билеп алды. Бір жағынан баламның туған әкесі. Бір жағынан менің өмірімді бұзған адам. Сотта екі тарапта тыңдалды. Мен адвокат жалдай алмадым. Бірақ шындық мен жағымда болды. Судья біздің жағдайымызды тыңдап Арузаның мүддесін бірінші орынға қойды. Баланың психологиялық қауіпсіздігі маңызды. Әкесімен байланыс тек анасының рұқсатымен болуы мүмкін деді судья. Дархан жеңілген адамдай шықты. Бірақ мен оның көзінен бір түрлі мұң, өкініш, шарасыздық көрдім. Ішкі күрес. Сол түні мен Арузаны құшақтап жатып жылап ұйықтадым. Мен оны әкесінен айырып жатырмын ба? Әлде қорғап жатырмын ба? Бұл сұрақтың жауабы жоқ сияқты. Дархан хат жазды. Мен саған еш жамандық тілеген жоқпын. Қызымды көргім келеді. Бірақ егер менің болуым оған зиян болса, мен кетем. Бірақ бір күні ол бәрін білетін болады. Сол күні сен оған шындықты айт. Мен тек соны сұраймын. Мен бұл хатты оқыған сайын жүрегім сынып кетеді. Бірақ мен шешімімді өзгертпедім. Қызым өскенше оның әлемі тыныш болсын дедім. Дархан сотта жеңілгеннен кейін көп ұзамай хабарласпай кетті. Бір түрлі тыныштық орнағандай болды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні түнде Аруза қатты ыстығы көтеріліп талып қалды. Мен қорқып жедел жәрдем шақырдым. Дәрігерлер келгенше менің жүрегім тас төбеме шықты. Ауруханаға жеткізген соң, дәрігерлер вирусты инфекция, бірақ асқыну қаупі бар деді. Мен аурухана төсегінде отырған қызымды көріп, ішімнен сыбырлап, Құдайым, бұл сәбиді аман алып қалшы. Мен бәріне дайынмын, тек оны сақта. Кешкісін дәлізде отырғанымда Дархан пайда болды. Естідім. Келдім деді ол дауысы дірілдеп. Мен ештеңе демедім. Отырдым үнсіз. Ол да отырды. Біраз уақыттан кейін жаныма келіп, маған бір қағаз ұсынды. Бұл менің шетелге көшу жөніндегі құжаттарым. Келісім шарт, бір айдан кейін кетем. Бірақ Арузаны соңғы рет көргім келеді. Тек рұқсат ет. Мен басымды изедім. Бұл жолы қарсы тұруға күшім болмады. Аруза ауру төсегінде жатты. Дархан жанында отырып, оның қолын ұстады. Қарап тұрып көзіне жас алып сыбырлады. Қызым, мен сені ешқашан ұмытпаймын. Сен менің жүрегімдесің. Мен сыртқа шығып кеттім. Сол сәт маған қатты ауыр тиді.
Бір сәтте бәрі өзгерет деген сезім болды. Аруза аман қалды. Келесі аптада қызымның денсаулығы жақсарды. Ол ауруханадан шықты. Бірақ ішкі үрей мені жібермеді. Дархан сол уақытта еліне қайта кетті. Ол хат жазуды тоқтатты. Әлеуметтік желілерден де өшірілді. Мен оны кінәлай алмадым. Ол кетіп өз тағдырын таңдады. Ал мен қалдым. Қызым мен жүрегімде мың сұрақ. Адамдарға қалай қарау керек? Басқалар мен туралы түрлі өсек таратты. Келін болып жүріп, бөтеннен бала тапты деп. Бірақ мен оған да көндім. Уақыт бәрін орнына қоятынына сендім. Бір күні көшеде келе жатқанда бір кісі тоқтатты. Сен Айданасың ба? Иә, мен Дарханның туысымын. Ол саған мына хатты қалдырды. Мен хатты ашып оқи бастадым. Айдана, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен кеткенмін. Мен сенен кешірім сұрай алмаймын, сен тым биіксің. Менің өмірімде жасаған ең үлкен қателігім сені жоғалту. Аруза менің ғажайып сыйым. Оның бақыты үшін мен алыстамын. Бір күні екеуіңе де жолым ашылар деп сенем. Саған тек мықтылық тілеймін. Хатты оқып тоқтап қалдым. Жол ортасында тұрдым. Көзімнен жас ақты. Қатты жыладым. Бұл бір қоштасу емес, бұл бір үміттің жалыны еді. Соңы ма, әлде жаңа бет пе? Қазір Аруза 3 жасқа толды. Ол балабақшаға барады. Әр күні оның күлкісі менің өміріме мән береді. Ол әлі әкесін танымайды. Бірақ бір күні мен оған бәрін айтып берем. Шындығын жалаңаш шындықта. Менің өмірім оңай емес. Бірақ бұл өмір маған үлкен сабыр мен мейірім үйретті. Мен енді ештеңеден қорықпаймын. Себебі мен өз өмірімнің иесімін. Ал Дархан, мүмкін бір күні оралады. Мүмкін қайтып келмес. Бірақ мен оны кешірдім. Аруза 3-ке толғандан кейін мен бір шешімге келдім, ауылдан кету. Бірақ менің шешімімді жақтырмағандар көп болды. Енем, қайынсіңлім, ауылдағы естіп көрген көршілер бәрі менің соңымнан сөз ертті. Қара, баяғыда біздің келін болған. Енді кімнің баласын жетектеп жүр? Ұялмай ма өзі? Күйеуі шетелде жүр. Қайдағы бала? Құдай сақтасын, біздің келіндер бұндай болмаса екен. Мен үндемедім. Бұрын жылап жауап беретінмін. Қазір үнсіздікпен жауап бердім. Кейде ауылдағы дүкенге барсам, сатушы әйел артық қайтаратын немесе тіпті сөйлеспейді. Бұрынғы құрбыларым көшеде көрсе, басын бұрып өтеді. Олардың көзіне мен күнәһар, арын сатқан әйелмін. Бірақ мен білем, мен не үшін өмір сүріп жүрмін. Мен жалғыз емеспін. Қызым бар. Қайынсіңлімнің соңы. Бір күні қайынсіңлім Айгүл маған хабарласты. Күтпеген қоңырау болды. Апа, бізге кешірім ет. Бәріміз жаман болдық саған. Анашым да жылады кеше. Көп нәрсені енді түсініп жатырмыз. Мен үнсіз болдым. Кешіру оңай емес еді. Кешірім сұрау әлсіздік емес деді ол. Біз сенің қасыңда бола алмадық. Бірақ сен күшті болдың. Қызды аман алып қалдың. Бір сәтке жылағым келді. Бірақ менің көзімдегі жас та, жүрегімдегі зіл де біраздан бері қатып қалған еді. Айгүл, мен ешкімге жамандық тілемедім. Тек тыныш өмірді қаладым. Біз саған көмектескіміз келеді деді ол. Сол сәтте мен алғаш рет жалғыз еместігімді сезіндім. Менің артымда ешкім қалмады деп ойласам, мен қателесіппін. Күтпеген қолдау. Ауыл мектебінде бос орын ашылыпты, кітапханашы қажет екен. Мені шақырды. Мен келісім бердім. Аруза балабақшада, ал мен жұмысқа шықтым. Адамдармен араласа бастадым. Бірақ бәрібір артта сыбыр сақталған. Бір күні мектепке бір жаңа мұғалім келді. Аты Нұржан, қаладан келген. Ұстамды, сыпайы, жүзінде жылы күлкі. Ол алғаш күннен ақ мені байқап амандасып жүрді. Кітапханаға жиі кіретін болды. Бір күні, Айдана, сен осы ауылдың ең мейірімді адамы шығарсың деді. Мен таң қалдым. Жоқ, мен ондай емеспін. Маған жұрт тек саусағын шошайтады. Ауыл әрқашан өсекке толы. Бірақ адамның ішкі әлемін тек көкірегі ояу кісі түсінеді.
Сол күннен бастап менің өмірімде тағы бір адам пайда болды. Жаңа бет ашылмақ па? Нұржан мені бір күні кешкі серуенге шақырды. Ауыл шетіне барып көл жағасында отырдық. Сен туралы көп нәрсе естідім, Айдана, бірақ мен оған сенбеймін. Адамды тану үшін жүрекпен көру керек. Мен үнсіз болдым. Жылағым келді. Бірақ тұншықтым. Мен баламмен жалғызбын, Нұржан, кешір, бірақ менде ешқандай үміт жоқ. Мен саған ештеңе ұсынбаймын. Тек дос болғым келеді. Бірінші рет ер адамның сөзінде шынайылық естідім. Сол кештен кейін біз жиі сөйлесетін болдық. Аруза да оны жақсы көріп кетті. Аға деп атайтын. Нұржан оған ертегі айтып беретін, ойыншық алып келетін. Кішкентай қызымның күлкісі көбейе түсті. Бірақ өткен ұмыт емес. Бір күні үйге хат келді. Мөрі шетелдік. Ішінде бір парақ пен флешка. Менің қолым дірілдеп аштым. Айдана, бұл соңғы хатым. Мен қатерлі ісікпен күресіп жатырмын. Уақытым аз. Сені де, Арузаны да көру арманым еді. Бірақ келу мүмкін болмай тұр. Флешкада менің соңғы сөзім бар. Қызымызға жеткіз. Мен флешканы қосып бейнежазбаны көрдім. Дархан әлсіз, төсекте жатыр. Бірақ көзімен үні әлі таныс. Аруза, бұл әкең. Сен мені білмейсің, бірақ мен сені әр күн ойладым. Анаң ең батыр әйел. Оны қорға. Мен сендерді жақсы көрем. Экранда көзінен жас аққан Дархан соңғы рет. Мен тоқтамай жыладым. Аруза түсінбесе де жаныма келіп бетімді сипат. Мама, не болды? Ештеңе, қызым. Біз сені жақсы көреміз. Дарханның бейнежазбасынан кейін мен ұзақ ойланып жүрдім. Кешке Арузаны құшақтап ұйықтап жаттым. Қызымның кішкентай алақаны менің бетімде жатты. Дарханды кешірдім бе? Жоқ, бірақ оның қызын жақсы көргеніне сенгім келді. Ол қателесті. Бірақ жүрегімен кеткен болар. Сол түні түсімде Дархан мен Нұржан қатар тұрды. Екеуі де үнсіз, тек маған қарап тұр. Бірі өткенім. Бірі мүмкін болар болашақ. Жаңа ұсыныс. Бір күні Нұржан маған күтпеген сөз айтты. Айдана, мен қалаға ораламын. Мектептен шақырту келді. Бірақ сені жалғыз қалдырғым келмейді. Біз бірге кетсек деймін. Кеудем қысылып кетті. Бір жағынан қуаныш, екінші жағынан қорқыныш. Бұл деген бәрін қайта бастау. Жаңа орта, жаңа өмір. Бірақ ескі жарамен қалай кетем? Аруза әлі кішкентай. Қалаға бейімделе алама? Қалада сендерге жақсы өмір сыйлай аламын. Тек сенің шешімің керек. Мен үндемедім. Бірақ жүрегім алғаш рет үмітпен соқты. Ауылдағы соңғы дауыл. Біздің Нұржанмен араласқанымыз жайлы өсек тез тарады. Бастауыш сынып мұғалімі бір күні менің кабинетіме келіп. Айдана, не істеп жүрсің? Ауылда бәрі сені қайта шұқып жатыр. Менің өмірім, менің таңдауым, дедім алғаш рет батыл сөйлеп. Бірақ қызға не үйретіп жатырсың? Ертең ол да анасының жолымен жүрсе не істейсің? Сол сәтте менің жаным күйіп кетті. Мен қызымды шындықпен өсіріп жатырмын. Ол өтірікке малынған қоғамнан емес, өз жолымен өседі. Мен ашулы едім. Бірақ ешкімге бас имедім. Бұл менің күресім. Қоштасу. Нұржан кетер күні біз ауыл шетінде тағы кездесіп. Айдана, шешім қабылдадың ба? Мен көзіме жас алып тұрып, басымды изедім. Біз келеміз. Тек бір аптадай дайындалу керек. Мен сенімен және қызыңмен жаңа өмір бастағым келеді. Қоштасарда Аруза. Аға, біз қалаға барамыз ба? Иә, кішкентай ханшайым, жаңа үйге. Кенеттен. Бәрі орнына келе бастаған сәтте тағы бір соққы. Ауылға Дарханның өлімі жайлы хабар жетті. Түркиядағы ауруханада қайтыс болыпты. Мен күткендей, бұл хабар да ауылға шулы түрде жетті. Қызы жетім қалды, әкесі шетелде өлді, шешесі кім біледі, кіммен кетіп барады. Құдай өзі сақтасын. Бірақ Дархан соңғы демінде де қызына хат жазыпты дейді. Сонда жақсы әке болған ба? Мен тағы үнсіз қалдым.
Бірақ бұл жолы ішімде тыныштық бар еді. Мен енді өзімді қорғауға да, қызымды сақтауға да дайынмын. Қалаға көш. Бір аптадан соң біз Нұржанмен бірге қалаға көштік. Үлкен қала. Жаңа пәтер. Қызым алғаш рет лифтпен көтерілді, алғаш рет супермаркетке барды. Мама, бұл ертегіме? Жоқ, қызым. Бұл шынайы өмірдің жаңа беті. Бір жыл өткен соң Аруза мектепке барды. Мен колледжде, кітапханада жұмыс істей бастадым. Нұржан мені қолдады. Біз ресми түрде некеге тұрмасақ та, бір отбасындай өмір сүрдік. Кейде түнде Дархан есіме түседі. Оның бейнесі, қызымызды қорға деген сөзі. Мен оған уәде бердім. Және соны орындап келем. Бір күні Аруза: мама, менің әкем кім? Мен жымиып: сенің әкең көкте. Бірақ ол сені қатты жақсы көрген. Ал бұл аға сені бүгінгі таңда жақсы көретін адам. Ол ойланып: онда екеуі де жақсы адамдар болған ғой. Мен бас изедім. Жүрегім ауырса да, бейбіт. Аруза 16 жасқа толғанда мен оның көзінен бір түрлі тереңді көре бастадым. Ол маған сұрақ қоя бермейтін. Бірақ ішінде көп нәрсе жатқанын сезетінмін. Бір күні, әдеттегідей кешкі шай үстінде: мама, мен бәрін білем. Менде шай тұрған кесе сәл шайқалып барып орнына түсті. Нені, қызым? Менің әкем менің өмірім ауылда не болғанын. Мен тыныстай алмадым. Ішімдегі барлық жара қайта ашылды. Бірақ бұл жолымен қашпадым. Отыр, қызым. Қазір бәрін айтам. Менің шындығым. Мен оған бәрін бастан аяқ айтып бердім. Әкесінің кім болғанын, қанша қателік жасағанымда, қоғамның қыспағын, тіпті алғашқы сүйіспеншілігімді де Нұржанда. Мен сені өмірге әкелгенде ештеңеге сенбейтін едім. Тек сенің көздерің маған қайта өмір сыйлады. Аруза көзін төмен түсірді. Бірақ үндемеді. Мен әкеңді кешірдім. Себебі ол сенің бар екеніңе себепші болды. Бірақ мен өзімді де кешіруді үйрендім. Өмір бойы өзімді жек көріп келдім. Енді жоқ. Аруза орнынан тұрып келіп мені құшақтады. Менің өмірімдегі ең ауыр, бірақ ең маңызды құшақ сол болды. Аруза әкесіне хат жазды. Келесі күні ол дәптерін алып бетіне: әкеме деп жазды. Сен не істеп отырсың? Дедім жымиып. Жай ғана айтқым келетін дүниелер бар. Ол әкесіне жазды. Сен мені көрмедің. Бірақ мен сені сезем. Мама айтты, сен соңғы деміңде мен үшін жылапсың. Сен қателестің. Бірақ мен кешірем. Себебі сенің бір бөлігің менің бойымда. Мен сені жек көргім келмейді. Мен жақсы өмір сүргім келеді. Сен де соны қалар едің, иә. Мен сырттай бақылап отырдым. Бұл менің тәрбиемнің жемісі еді. Қоғаммен соңғы бетпе-бет. Бір күні біз ауылға қайтып баруға шешім қабылдадық. Нұржанның анасы ауырып жатыр деген хабар келді. Аруза алғаш рет әкесінің туған жерін көрді. Адамдар бізді көргенде көздерін тайдырып, кейбіреулері күлімсірей де алды. Кешке үлкен үйде отырып, ескі жеңгем келді. Айдана, сенде батылдық бар екен. Өмір сені иіп бермеген екен. Бірақ сен бүгінде нұрсың. Аруза да сондай жарқын қыз. Мен алғаш рет еш ренжімей, тек: рахмет, жеңгем. Өмір жеңу үшін берілмейді. Ол өсу үшін беріледі. Нұржанмен некелесу. Қалаға қайта оралған соң Нұржан маған: білесің бе, енді ғана бәрі толық сияқты. Ресми түрде некеге қалайсың? Мен жай жымиып: біз онсыз да отбасымыз ғой. Бірақ Аруза менің қызым. Құжатта да солай болғанын қалаймын. Ол Арузаны асырап алды. Ол қызымның әкесіне айналды. Тек жүрекпен емес, заңмен де. Аруза менің айнам. Кейде түнде Аруза ұйықтап жатса, қасына барып, жай ғана қарап отырам. Мен осы сәтке жетем деп ойламадым. Бірақ жеттім. Сол үшін мен өткеніме де, жасаған қателіктеріме де риза болуды үйрендім. Мен өз жолымды таптым.
Адам кешірмей өмір сүре алмайды. Өміріме көз салсам, тым көп өкініш, тым көп жылау бар. Бірақ осы ауыртпалықтар мені мен қылды. Егер мен басынан бәрін дұрыс жасасам, Аруза өмірге келмес еді. Ал менің жүрегімдегі жалғыз жарық сол ғой. Аруза университетке түсті. Енді ол журналист боламын дейді. Шындықты айту үшін дейді. Менің балам, менің жүрегім. Мен оған қараған сайын өзімнің бала кезім есіме түседі. Сол кезде менде осынша сенім, осынша табандылық болған жоқ. Бірақ мен қызымның көзінде үмітті көрем. Демек, мен бұл өмірде босқа өмір сүрмеппін. Соңғы кездесулер. Нұржан менің жанымда қалды. Біз қайта-қайта некеге тұрмадық. Біз отбасымыз. Жай ғана. Тыныш, терең. Кейде үйге мені ренжіткен адамдар келе. Бұрынғы қайын енем де келді бір күні. Көзінде жас. Кешір, Айдана, мен көп нәрсені түсінбей жүріп сені жоғалтып алдым. Қазір сен менің келінім емес, қызым сияқтысың. Мен үндемедім. Тек, мен де сізді кешірдім, мама. Сол сәтте ауыр жүк иығымнан түсіп кеткендей болды. Қоғамның сөзі өткінші. Мен қазір жұртқа жиі сөйлеймін. Ауылда қыздарға, жас келіндерге арнап кездесулер өткізем. Оларға айтып берем. Сендер ешкімге міндетті емессіңдер. Сендер өз тағдырларыңның иесіңдер. Егер қателессеңдер, бұл өмірдің бір бөлігі. Егер сүйсеңдер, бұл өмірдің мәні. Мен олардың көзіне қарасам, үміт көрем. Себебі мен өзім сол қара түннен шыққанмын. Енді соларға жол көрсеткім келеді. Менмін. Мен өзімді қазір ғана таныдым. 30-дан асып сорлы тағдырдың күлін кешіп қайта тірілгенде ғана шын мәнімді таптым. Мен енді ұялып өмір сүрмеймін. Мен енді ешкімнің көлеңкесінде жүрмеймін. Мен Айданамын, Аруза менің жаласым. Ал менің тағдырым бұл өмірдің шындығы. Кімге ауыр, кімге сабақ. Тікелей көрерменге үндеу. Егер сен де оқиға тыңдап отырсаң, егер сенің де ішінде айтылмаған сөздер, жасырын жаралар болса, бір нәрсені есіңе сақта. Сен жалғыз емессің. Қателік жасадың ба, ол сені анықтамайды. Сені қоғам қабылдамаса, сен әлі де қымбатсың. Бір күні сен де кешіресің. Өзіңді, басқаларды, өмірді. Сонда ғана тыныштық табасың. Сенің де жүрегіңде жарық бар. Сол жарықты басқаларға көрсет. Өйткені сенің тарихың біреудің үміті болуы мүмкін. Қорытынды. Бұл менің хикаям болды. Шынайы, ашы, бірақ тірі. Осы күнге жеткенімнің өзі жеңіс. Мүмкін сен де өз хикаяңды айтуға дайын шығарсың. Тек үндеме. Айт өзің үшін. Басқалар үшін.